Қатыннан неге қатты қорқасыздар аға? Кім ол қатыннан қорқады? Енді қайта ескертіп жатсыз ғой, қатынға құл болып кетеді, қатынға құл болып кетеді деп жатсыз ғой. Ойбай, қазір достасып өмір сүруге бұның арасынан шыға алмайтын еркектер толып жатыр ғой қазір деген. Қатының ақылды болса, бір нәрсе болса қатын сөйлесін деп жатқан да. Әйел білет деп жатқан. Ел басқаратын, ел аға қашан болады сонда бұл? Жасы 50-ден асып барады. Ол елді қалай басқарады, ол миында құл деген түсінік болса. Елді басқару үшін Аллаға құл болғанның ешқандай зияны жоқ оның деген. Елден басқару үшін ақшаға құл болсаң басқара алмайсың. Бір күні емес, бір күні бір жаңағы коррупция жасайсың да содан құрисың. Аллаға құл болсаң біреудің ақысына кірмейсің. Солай ғой. Біреудің ақысын жесең Алла тағала дейді, мен сенен сұрап алам деп тұр ғой, болды емес па? Соны мысалға енді осы Алла тағала айтпаса адам өзі білмей ме сонда бір? Адам өзі егер адамды еркіне қоятын болсақ, адам білгенін істеп кетеді. Кешегі Совет өкіметіне білгенін істеп кетеді адам деген. Совет өкіметінде сонда адамдар білгенін істеп кетті ме көбі? Еді. Қаласа машинені айдап кетеді, қаласа өкіметтің машинесін айдап тойға барады. Бүкіл үстіне адамдарды салып алды деген. Тегін бәрі. Өкіметтің заты мына затқа қиянат жасауға болмау керек. Ондай понятие болған жоқ ол кезде деген. Сәл керек па, бір бөшке тұрыпты құйып алып кете бер ол. Қазір біреудің үйінің алдында тұрған бос жатқан канистрді аш кәне соттап жіберсін сені. Қазір заң бар Аллаға. Мейірімді болған екен онда. Ол Алладан ғой. Алла тағалам бір еркімізге қойды да, не істейді екен мына құлдарым деп. Бірақ ішіп қойды. Совет өкіметі кезінде бізге араласпады ғой, что-то ол кісі онша. Ой, араласпады деп айтты. Сондай тыныштық, ешкім мұқтаж емес, қарын тоқ дүние өмірді ол Алла бермесе, адам баласы жасап ала алмайды оны деген. Совет өкіметі жасамады ма соны? Совет өкіметі емес қой, оны жасап тұрған Алла ғой. Егер Совет өкіметі деп түсінетін болсақ, Совет өкіметі қорықты да бірден 16 республиканы таратып жібере салды ғой, әркім өз күндерін көрсін деп. Неге өйтті? Сонда ақылды, данышпан, сондай күшті болса. Көке, сонда Алла тағала бізге сондай еркін өмірді, сәл еркініп бөшкеден құйып алатын, тамақты үйді ойламайтын заманды атеистер арқылы жасады ма бізге соны? Жоқ, адамдардың ниетіне берді. Сол кезде адамдардың ниеті дәл солай болды да. Байлар ниет жақсы тұрып, кедейлерді қыспаққа алған кезінде революция пайда болды да, сол революцияға бүкіл христиандар да, мұсылмандар да, буддалар да барлығы кіріп кетті. Соны бір тыныш көрді. Қалайсыз, альхамдулилlah. Тәке қалайсыз? Қалайсың? Шүкір, Аллаға шүкір, қалайсың? Мынандай бір қызық нәрсе байқап тұрмын да, ана Совет өкіметінің алып келген пайдасын Аллаға беріп қоясыз да, зиянын өздеріне тапсырып қоясыз. Қалай сол? Олардың ана жақсылық жасап, молшылық, бензин жетістік болмады, анау деген істеген нәрсесін бәрі Алланың арқасында болып жатыр дейсіз. Тыныштық, берекет заманы болды дейсіз. Бірақ ана бөлініп кеткенін, жасаған жамандықтарын бәрін Совет өкіметі жасаған болып қалады. Ол қалай? Жоқ, сен оны дұрыс түсінбедің. Адамдар кешегі ата бабамыз ана Совет өкіметінің тұсында қамыстардың арасына барып, Құдайдан тілеген дұғаларының арқасында осында біз егемендік алдық. Бауырым, негізі бар ғой. Қамыстың арасында дұғамыз. Сол кісілер қамыстардың арасына барып дұға жасап, адамдарды жасырын түрде жаназа шығарып көмген кісілер, міне осылардың арқасында біз осындай егемендік ел болдық. Алла қолдап, Алла қалап. Олар бізге Совет өкіметі еш нәрседе берген де жоқ. Тек қазақты қырып бітті ол деген. Жақсы болды, Ресей жаман болады, соны вообще түсіне алмай отырмын. Жаңа ғана мақтап отырып едіңіз енді. Жоқ, ол мақтағанда ол ана жерін айтып жатырмын, жаңағы адамды ұрлыққа емес, жаңағы тегін нәрсеге үйретіп,
ол соңында ол ұрлыққа айналды да, ол негізінде өкіметтің затын алып жеуге, мысалы соны пайдалануға, соны істетуге болмайды да негізі шариғат бойынша. Ол өкіметтің заты ол деген. Оны ұрлыққа айналдырған тегін нәрсе емес. Еңбек ақысының дұрыс бермегені апарды деп ойлаймын да мен. Ол кезде есік алдыдағы дворниктен ана физикадағы лабораторияда жүрген екі адам бірдей зарплата алды. Сол кезде ана лабораториядағы заттар ұрланып айтып бүйтіп ұрлықтың түбі содан шықты деймін де, еңбек ақысы дұрыс төленбегеннен. Енді бәрі сол кейін барып нашүкіршілікке кетеді ғой. Оның еңбек ақысы қарап отырсаң, бірдей бола ма, бірдей болмай ма, оны төлеп жатқан адамға байланысты ғой, мысалы деген. Ананың бір жақсы бір амалдарына қарап, соған артығырақ төлеген болуы мүмкін, мысалы. Ана лабораторияда таза жерде өткен адамда сонымен бірдей айлық алды. Бәке, ана очки киіп, бір ауылдың барып нелерін, милициясын, акиматын бәрін қан ішіп еді ғой, мен президенттен келіп тұрмын деп. Кім еді соның аты? Атын есіме түсіре алмай жатырмын. Ана очки киіп алған бір жігіт милицияларды тексертіп, милициялардың тонировкаларын шештіртіп, біріне штраф салдыртып гаиге. Ат естеріңе түссе. Ана бала ма? Руслан. Руслан беді. Очки киіп жүретін бір жігіт. Жампейісов? Жоқ, Жампейісов емес. Сол жігіт андай өтірік корочка жасап алған. Управление делами президента деп па, бірдеңе деп жазып алған, бір жоқ должностьті ойлап тауып алған өзі. Келген, бір ауылға келгенде әкімдердің де қанын ішкен, гаишниктердің де қанын ішкен, сол жердегі бүкіл госструктураның қанын ішкен ғой, мен президенттен келіп тұрмын деп. Аналар антикор деген жігіт. Сол келгенде сөйтіп қан ішіп, біріне штраф салдыртып, біріне итеріп, айдап қан ішкенде сөйтіп, сол кезде ана оның алдында жүгіріп жүрген гаишниктер Нұрболдан қорқып тұрған жоқ олар. Олар ана президенттен келді деген сөзден қорқып тұр да. Бірақ Нұрболдың құлы болып тұр, соның айтқанын істеп жүрді. Осы Құдайдың құлы болып тұрмын деген адамдар тура сол Құдайдан қорқады, бірақ арабтардың айтқанын істейді де. Домбыран харам десе, өзінің ана қасиетті домбырасынан бас тартып тастайды. Әке-шешеңді сыйлау керек деп арабтар айтты деп сыйлайды да. Бірақ дін келмей тұрып, қазақтар сыйламаған әке-шешесін. Тәрбиені бізге арабтар берген деп айтады. Біз арабтар болмаса тәрбиесіз болушы едік, бірімізді өлтіріп, етімізді жеуші едік деп айтады. Қалай сол бүкіл құндылықтарыңызды арабтарға бере салдыңыз? Сіздер арабтардан қорықпайсыздар, бірақ ана арабтардың ойлап тауып алған Құдайынан қорқасыздар. Жаңағы турба Нұрбол антикордың істегенін істеп кеткен ғой. Соған алданып қалғансыздар ғой. Нұрбол пайғамбар десей. Төрт кітаптың түскеніне сенесің ба, сенбейсің ба? Гаишниктарың үшін пайғамбар болып тұр ол. Төрт кітаптың түскеніне, бауырым. Мадима сенің есімің? Мақлауд. Көке, ол сенбейді кітаптың түскеніне. Онда қиын, онда әркім өзі біледі. Көке, ол кітапты бар ғой. Кітап жазу деген адамдардың жұмысы. Қазір біз кітап жазу деген мына парақты ойлап тапқан, әріптерді ойлап тапқан, кітап жазу деген нәрсені ойлап тапқан адамдардың жұмысы да баяғыдан бері келе жатқан. Қалай адамдардың ойлап тапқан қағазымен, әріпімен Құдай кітап жібереді деп ойлайсыз сіз? Құдай болса біздің санамызға салып беруші еді сол нәрсені. Немесе бір табиғатқа, бір жерге бір заңдылық орнатылып қойшы еді, бұзылмайтын қылып. Бірақ ана кітап жазып отыру деген қалай ол? Сондай бүкіл әлемді жаратқан Құдай кітап жазып отырады деп ойлайсыз ба? Адамның ісі ғой кітап жазу деген. Ол кітап ішіміксіз ғой, Мақлауд. Бір адам жазбаған. Жердің бетіне елшілер жібердік дейді ғой. Жердің бетіне елшілер, пайғамбарлар жібердік дейді да. Сол арқылы қауымдарға ескерте отырдық дейді. Бұл бостан босқа айтылып тұрған жоқ қой. Алла Тағала енді өзін дәлелдеу үшін өзі әкеп кітапты қолымызға мына кітап менікі деп беріп кетпейді ғой. Жердің бетінде елшілер істейді ғой оны. Пайғамбарлар істейді ғой оны деген. Сол шаруаларды бітіру үшін пайғамбарларды
Аллах тағалам қалады да. Адам, мысалы өзіңіз қалай ойлайсыз, қалай дүниеге жаратылысыңыз қалай болды, қалай өзіне өзіңіз жаратылып қалдыңыз ба не? Құдай қаласа, қалай ойлайсыз? Әртүрлі елдер бар, бізде әртүрлі ұлттар бар, әртүрлі тілдер бар мысалға. Құдай қаласа, әркімнің өз тілінде пайғамбар жібере алушы ма еді? Или білмеймін, қалай ойлайсыздар? Мысалы, арабтың қолынан келетін нәрсе, араб тілінде кітап жазып, басқаларды араб тіліне үйретіп, өзінің идеологиясын тарату бүкіл дүние жүзіне. Біз саны қазір көріп жатырмыз да. Құдай сондаймен айналысады деп ойлайсыз ба? Ана арабша сөйлеңдер, арабша құлшылық етіңдер, бәрілерің арабтың жерін қасиетті деп санаңдар, арабтың жеріне қарап табыныңдар деп, бүйтіп бастарыңды арабтың жеріне қарап иіңдер деп. Құдай сөйтіп ойлайсыз ба? Бір ұлттан бір ұлтты жоғары қылып қоятындай, бір ұлтқа бағынышты қылып, бір ұлттың аузына қаратып қоятындай істейді деп ойлайсыз ба? Жоқ, біз арабқа қарамаймыз. Арабтың тәлім тәрбиесі де, дәстүріне де түкіргенім бар мен деген. Оның жеріне де түкіргенім бар. Просто біз Құранда пайғамбар араб мемлекетінде дүниеге келгеннен кейін Мекке Мадинаға да түкіргеніңіз бар ма? Мекке Мадинаға да түкіргенім бар негізінде. Ол жерге білмедім сіз енді. ол жерде Құран пайғамбар келіп Құранды сол жерден таратпағанда Меккенің де маған алып келетін еш нәрсесі жоқ. Маған келетін пайдасы да жоқ оның деген. Анау дәу қара тастар ғой. Таратқаннан кейін қасиетті деп санайсыз ғой. Әлбетте ол қасиетті ел деп саналынады. Өйткені Құран кітап деп пайғамбар. Бір сөзіңіз, екі сөзіңізге қарсы келді ғой. Жаңа ғана түкіргенім бар деп отырдыңыз да. Енді келіп андай бір-екі сұрақ қойып едім, қасиетті болып шыға келді. Сіз тура арабтардың идеологиясына ілініп қалғансыз ғой. Не үшін сізге біздің түркістан қасиетті? Сен қалай жаратылдың деп ойлайсың? Өзің соған сұраққа жауап берші. Сен қалай жаратылдың? Кім жаратты сені? Қалай жаратылған маңызды емес. Маңыздысы сіз қазір біреулердің идеологиясының артынан еріп отырсыз. Я Алла, бауырым, Құдай сақтасын бар ғой. Вообще Құдайға сенесің ба? Жоқ, Аллаға деп айтпай ақ қояйын. Сенбеймін. Онда өте аянышты, өкінішті нәрсе екен да, бауырым. Жаңа өзің білесің ба, сенесің бе, сенбейсің ба? Сізге даже өзіңіздің бауырыңыз, қазақ бауырыңыздың жағдайын арабтар айтып береді. Мынау Құдайға сенбесе, мына сен бауырың жағдай аянышты болады дейді. Сіз солға сеніп, мені бір аяп кетесіз, бірдеңе істеп кетесіз. Солардың айтқанымен жаратылған бір Аллаға сенемін да, сол ғой менің. Ол арабтың Құдайы деп ешкім айтпайды, өйткені оған негрде құлшылық болады. Ағылшында оған сыйынып жатыр. Қазір данный момент. Қана сен ана священник дегенді ютубтан қара, священник про ислама дегенді қара. Священниктің өзі мойындап жатыр, мына жердің бетін ислам мемлекеті, мұсылмандар басқарады жақын арада деп. Оны неге айтып жатыр? Өйткені Алла тұр ғой оның артында. Алла, Құдай тұр ғой, бауырым-ау. Ақылды дұрыс істету керек та, просто идеология, мифология, философия деп бергі жақтағы кісілердің аузындағы сөзді айтып жүре беруге болмайды да, бауырым. Елдің бәрі сіз сияқты сыни ойланбай айтқандарына сене берсе, точно солар басқарады. Оның артында Алла тұрса да тұрмаса да солардың идеологиясынан артып еріп кетесіздер артынан. Алла тұрмаса басқара алмайды. Мен саған айтайын. Құдай тұрмаған, мынау жерді басқарып тұрған қазір кім бизнес бойынша, дүние финанс бойынша еврей ма? Еврей басқарып тұр ғой. Араб деген мемлекет кеше ғана шыққан болды. 14 ғасыр алдын пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам дүниеге келгеннен кейін оған дейін ол халықты адам саны қоспаған оларды. Құмның арасында жүрген қап-қара бәлелер деп қойған оларды, арабтар деген. Оларда тәлім тәрбиесі жоқ. Қалай болса солай кішкентай қыздарды алып дүниеге келсе, оларды түрлі жерге көметін сондай лас қалып қойған олар деген. Өйткені Құранның аятында Аллах тағала айтады, біз сондай бұзақы болған шектен шыққандарға пайғамбар және кітап жібереміз, оларды тура жолға салу үшін. Сол арқылы басқа айналадағы бүкіл өзімнің құлдарымды тура жолға саламыз деген. Киноларында да бар ғой, мысалы, неге барды, мысалы, христиандарға барды, ислам дінін қабылда деп қабылдаған жоқ. Иудейлерге барды, еврейлерге. Олар да қабылдаған жоқ, өзіміздің дініміз бар деп. Өйткені ислам дінінде зорлық жоқ, мәжбүрлеу жоқ.
ешкім мұқтаж емес олардың жаңа қабылдағанында қабылдамаған. Алла да мұқтаж емес олардың қабылдағаны қабылдамағанына. Мұқтаж емес. Әркім өзі. Бірақ андай соны қайта айта береміз дейсіз ғой, тесік түбірдің бәрінен. Қабылдауға Ақиқатты мұқтаж айтамыз ғой емес. Бірақ әлемнің түбіне тарату керек оны деп Құдайдың өзі мұқтаж емес, бірақ кітап жіберіп отыр сөйтіп. Жоқ, құлдарын тура жолға салу Зорлық жоқ үшін. деп айтасыздар, діннен шыққан адамға мұртат жазасын қолданасыздар. Мұртат деген не деген ол? Дегендерді тозақпен қорқытасыздар. Яй, жағдайың мүшкіл ғой сенің деп жаңағындай айтып. Ол Қиын болады ау ақиқат деп. ол деген дәл солай. Ол сен түгіл мен де қорқам тозақтан деген. Ол мүмкін емес. Қолыңды бір шырпыны алып жағып, қолыңмен 1 секунд ұстап тұршы, кәне, хотя 5 секунд ұстап тұршы жанған шырпыны. Шыдай алады екенсің ба? Шыдай алмайсың. Сол бір шырпы тозақ отының 70 мың қиқымының бірі деген. 70 мың қиқымы. Значит, ол тозақ деген ол біз ойлағандай зауыттағы оттар емес, анау балқытып атқан темірлер бар ғой. Қанша секундта жанып кетеді? Адам тозақтың ыстығы 70 мың болса. Қолыңызға ине сұғып көрдіңіз ба? Қолыңызға. Не? Ине сұғып көріңізші қолыңызға, ине. Е? Ауыра ма? Шыдайсыз ба? Мүмкін емес нәрсе ғой ол. Шыдау мүмкін Ауырады, емес қой. шыдайсыз, шыдамайсыз, ауырады. Енді мен бір дін бар, осындай дін бар. Міне бір инеге шыдамай жатсың. Ана діннің тозағында, сол діннің тозағында 10 мың, 70 мың ине тығады денеңе десем, не істейсіз сіз? Сол діннің тозағынан да қорқып кетесіз бе? Е? Сол Құдайға сеніп кетесіз ба наместе? Қайсы басқа құдайға ма? Е, басқа Құдай айтып жатыр да, тозақта Басқа сондай. құдайдың маған бір ине тиын да тығатын керек тозақ емес бар деп. ол. Біздің муфтият бар, имам бар, мемлекетті басқарып отқан кісілер бар. Басқасы біз маған Қай көкем Нарушение шықты? гостя дейді. От жақ, анау мынау деп айтып жатыр ғой, наверное. От жағы, разжигание деп тұр ғой. Разжигание деген үшін шығарып жіберді ма? Өзіңді өзің қина деп айтып жатқаннан кейін шығарып жүрген шығар, қолыңды отқа сал бірдеңе деп. Мына кісі. Бірақ Шри андай емес екен, Маклауд андай. Жақсы кісі екен, не? Былай көңілі андай да, таза кісі да. Бірақ анау құлдыққа кімнің идеологиясына кіріп кеткен да, бірақ жаман адам деп айта алмаймын мына кісіні. Жаман адам емес, жақсы адам. Жақсы. Ана Нұрбол антикордан қорыққан гаишниктер сияқты ғой бұл кісіде. Жақсы гаишниктер бар ғой, солардың ішінде қорқып жүрген. Бізге Тура сол тиіспейді. сияқты. Бізге президент тиіспесе болды, жұмысынан айырылып қалмайын, тозаққа түсіп кетпейін ау деп жүрген. Ай, базар жоқ. Айналайын, бауырлар. Ана көкем заряды қолдау. Келесі адамдар болса қосып сөйлесе бермен. Шығып түліктен бітіре беремін. Көкем заряды өшіп қойған, мына жақта да жоқ қой. Бауырлар, жамағатым менің, жамағатым. Ты потрясаешь. Жамағатым. Үммәтім. Жиналып қапсыңдар ма? Көкем жақсы кісі екен бірақ. Ақ көңілді андай. Бірақ түкіргенім бар деп қатты айтып жіберді көкем. Ана хулит-молиттер естісе сізді кешірмейді ау. Тозаққа сертификат беретін сияқты сізге бір жаңа. Одан да ыстық жеріне. Жаңа сіз айтқан 70 мыңнан да ыстық жеріне. Меккеге түкіргені ғана не болды да? Ауыр дейді. Мен өзім ішімнен бүйтіп қалдым жаңағыдай. Бәрі кішкентай кезден
подсознаниемда тұрады да енді Мекке Мәдина деген енді түкіріп жіберген еді, қызып тұрған табаға түкіргендей болды, зыз ете қалды да. Жаман дейді. Манас дейді, Манас. Манас дейді. иә қалайсыңдар? Аман есен. амансыңдар? Че там Манас, не келіңіз. болсыңдар? Не қылып жатқан? Отыр. не әңгіме болып жатыр? Че там Манас? Айта бер. ой мына за рулем дұрыс үйреніп салмай кеттім. Не айтайын деп ең? ой ешқандай не ол дінге қарсылық болып жатыр ма не жігіттер? Дінге қарсылығымыз жоқ ешқандай, Манас. Дін бізге қарсы болмаса, біз дінге қарсы емеспіз. Картинкілерің сәл бір нелеу екен. Сәл Әбестеу екен жаман. таулау ма? Мына картинка? Сәл Енді шамалы таулау. Иә, сондай. Фото сондай. Жүнгібей емес, бірақ адамның андай бір несін тудырады екен, наразылығын. Наразылығын тудыра ма? Че там Манас өзің қайдан Ол болдың? қанша? Ол қайдан болғанда, енді сендер нені исламдың ұстанбайсыңдар, біз сенген нәрсеге сенбейсіңдер, біз сенген нәрсеге сенбейді екенбіз деп андай бір суретпен әжуалау, ол шамалы құрметсіздік қой. Менде де тура сондай сізге сұрақ бар, Манас. Бәрібір сіздерде біз сенген құдайға сіздерде сенбейсіздер. Дұрыс па, Манас? Иә? Иә. Иә. Бірақ Иә. Қараңыздар, енді бізді енді сіздердің құдайларыңызға сенбейді екен деп, мына тозақта өртенеді, бір жерде мәңгілік азаптың ішінде жатады дегендеріңіз дұрыс емес қой негізі, иә? Конечно дұрыс емес. Иә. Әркім өзі Сол үшін, иә, сол үшін сіздерде соны мынау нені алып тастаңыздаршы, осы діндеріңізде. Бізге сенбейтіндер білмейміз не болатынын деп қоя салмайсыздар ма? Неге бізге сенбейтіндер жағдайы қиын болады енді деп өздеріңіз оны ойлап мен қаласыздар ма? өзгеріс жасай алмаймын. Жасай алмайсыз ба? Мен физикалық та немде күшім жетпейді өйткені. Бұл бұрыннан қалыптасып кеткен, миллиард адам оны ұстанады. Сол затқа иман келтіреді, сенеді. Бірақ мынау енді шамалы андай бір неғандарың төменсіту, кемсіту деген болмайды ғой. Иә, осы не болса да, анау бір-біріне сыйластық деген екі жақты болса екен деймін да мен, Манас. Екі жақты болса. Мысалға, өзінің дініне сенетіндер, сенбейтіндерді жамандамаса да, тозақта өртенеді, оңбаған, өңшең, Алла оларға бір хидаят бермей қойған, ми бермей қойған деген бір сөздерді айтпаса, сонда... Иә, ол екі жақты қарау керек қой, екі жақты қарасақ та, сонда мына сенбейтіндерде мұсылмандарға қарап, сендер араб құлсыңдар, сендер анау ешектің аспанға ұшатынына сенесіңдер деген сөзді бұлар да айтпаса, аналар да айтпаса да, бір-бірімен бір достық, біріктіретін нәрсе тек қазақстандық деген ұғыммен жүрсе. Қалай қарайсыз? Мен жаңағы кәпір деп айтатын кәпірмен де былай бір комнатта студент болып та общагіде тұрып, былай араласып, футбол ойнап, өмір сүріп жүрдім, бірақ енді оның діни көзқарасымен сыйласып баппын ешқайсының. Олар да менің діни көзқарасыма әңгіме қылып сөз қылмапты. Сосын маған мейлі ол атеист болсын, христиан болсын, буддист болсын, қарым-қатынас жасайды, соған байланысты ғой. Ол діни сенім. Негізі, бәріміз мұсылманбыз. дұрыс айтасың. Мынау сен сияқты жақсы балдар осы діннің несінде жүреді да, жаңағы осы дінді ойлап тапқан адамдардың артынан ерушілерсіңдер ғой, енді былайша айтқанда. Сендер ересіңдер соған. Бірақ біреуді жамандамайсыңдар, баса қылмайсыңдар. Бірақ осы мына сендерге құлақтарыңа уағыз құятын ұстаздарың, жаңағы не дейді анау, діннің сату бөлімінің менеджерлері бар ғой. Мысалы бізді жамандайды. Олар айтады,
тозақта өстеді, өртенеді, бүйтеді дейді. Бірақ олардың ешқайсысы мына жерге келіп сөйлеспейді. Ашық. Уақыттары Иә, ашық диспутқа, дебатқа ондайға келмейді. Бірақ тиктоктары жоқ. жаңағындай сөздерді улап сендердің миларыңа шаша береді. Бар сен сияқты мынандай ақыл балдар кәпірлермен бірге оқыған, бірге жүрген, ондай балдар келеді де, мынау дұрыс емес деп айтады, бірақ неге екенін білмеймін. Жоқ, дұрыс емес ол өзіңнің ойың ғой, бірақ мынандай есекке Құран оқытып қойып, ол да мысалға бір халықтың не қылатын Негізі ұстаздарың, мынау арабша оқитын ұстаздарың осы жерде болса айтатын еді, мына ешектің қолындағы қой негізі ол Құран емес. Сыртына жазып қойған, иә. Дархан, сен айтып кетсен бола ма жігіттер? Иә, оның үстінде Құран деген сөз жоқ. Бірде арабша оқу білетін бір кісі келіп оқыған оны. Ол Құран емес ол. Мен не деген? Сендер андай да, мынау арабша сөз көрсеңдер, бір қасиетті көріп, бір сакральный көріп үйреніп қойған. Бұны өзі ана жерде автомойка деп жазылып тұр ма дейсің ба Дархан? Кітаптың сыртында. Иә, ол мысалға туалеттің сыртында мужской, женский деп жазылып тұрады ғой, соны арабша жазып қойса сендер кіремай қаласыңдар бар ғой. Есікке Құран деп жазып қойыпты деп. Ондай болмайды ғой. Дархан, мынандай әңгіме ғой жігіттер, әңгімелерін бөлгендер кешіріңдер да. Дархан, былай ғой, әңгімелерін бөлгендер кеше бұлар бар ғой, мысалы мұсылмандар айтады да, ана орыстарды кафір дейді, аналарды европейстерді кафір дейді да, мысалы да өздеріне төмен көреді да. Ал бірақ орыстар христиандар да, мен орыс жігіттен сұрадым, сендерде христианға сенбейтіндерді сонда өздеріне төмен көресіңдер ме десем, жоқ дейді да. Білер сонда бұлардың деймін да, қарасай өзінше орыстарға кафір ана мынау дейді да, мен сенбей шошқа дейді да. Ал орыста неге айта алмайды екен? Ал мысалы христианға сенбесе, мұсылмандарға да солай айта алады, дұрыс па? Дұрыс па Дархан, айта алады ғой, иә? Иә. Себебі христианға сенбедің бе, болды, сендер кәпірсің ақы, сендер есексің дейді. Ал бұлар өзінше соны не қылмайды да, жұртты өздеріне жаман төмен көретін жаманмен жын ұстайды да бұларға бар ғой. Енді мына Манас сияқты балдар ондай емес. Манас сияқты балдар ондай емес. Олар просто ерушілер ғой, артынан ерушілер. Кімдері жаман бұлардың? Менеджерлері бар, Дәке, осы менеджерлерді жақсы айттың да. Менеджерлердің қызметі сатуда, бірақ сатқан дүниесін көшеде жүріп, соның сапасын дәлелдеп, соны тексеріп жүру емес. Оны сатып алған адам десек. Мысалы, Тойотаның менеджерлерінің сөзіне алданған адам, Тойотаны мен өзім ақмақ емес, мен жаман Тойота сатып алып қойдым деп айтпау үшін, ол Тойотаны мақтайды көшеде жүріп. Тойотаның мықты екенін дәлелдейді, сынбайтынын айтады, бәр жерде жүреді, мына Тойотаның бағасы құламайды, ой, анау мынау дейді. Ал ана Кияның жаңағы менеджерлеріне алданған адам, ол көшеде жүріп, Кия мықты, ой, Кияның сапасы Тойотадан кем емес, бірақ ішінде экраны бар, анасы бар, мынасы бар деп елдің бәріне дәлелдеп, осылай эфирға кіріп жүретіндер, олар сатып алушылар. Менеджерлер өзінің жұмысын істеп жатыр негізі, бұлар кіріп алып дәлелдемейді менеджерлер. Келмейді ғой, бір мысалы осы жерге салыстыруға келмейді ғой. Осы жерге мысалға жақын ұстаз кіріп, мына бір жыл болды мынандай өңшең діннен безген, ақмақ, адасып кеткен кәпірлерге кіріп, жарқын кіріп, бір екі ауыз сөзбен өкіндіріп, бір ертең азанда мешітке кетіп қалатындай қылып бір сөз айтса болады ғой. Бетін қызартып та, бетіне басып, исламның ақиқат екен. Бірақ олар келмейді. Мынандай ақкөңіл, Манас, Абу Уммат, Мұхаммад деген көкелерім бар, жақсы қазақтың. Бірақ соларға бір нәрсені айтып жібереді, мынау тәрбие деген араптан келген. Мен олардың ешқайсысын ұстаз тұтпаймын, пір тұтпаймын. Егер арабша әріп танысаң, ол Құранды өзің тікелей оқи аласың да, тікелей оқып алып, түсінік ала аласың одан. Қалай болса солай. Енді бізде негізі осы сөзің бетінше Манас қателесіп тұрсың. Жоқ, неге қателесіп? Мысалы, сен егер арабша оқу білсең, алфавит оқып, Манас, сен егер арабша оқу білсең, сосын Құранның ішінен бір нәрсені арабша оқып,
кейін барып бір Аха. ұстазыңа мынаның ішінде адам өлтір деп жазыпты, неге бұлай десең, ол саған тәпсірін оқы дейді. Кем ой деген. ол деген тәпсір деген әркімнің ойы ғой. Ол деген мысалға мен деген инженермін ба, ол жаңағы тәпсір жасаған адам менің өмірімді, өмірлік опытымды ол сезіп көрмейді, білмейді да. Сөйтеді да ол тәпсір шығарады, ол менің өміріме сәйкес келмеуі мүмкін ғой. Оның бір Мүмкін. 100% дұрыс деген мағына емес. Ішіңнен бір не бұрқырап тұр, бір деизм ба атеизм есі шығып тұр, сен таза мұсылман емес. Дархан, мен бірдеңе айтып жіберейінші, естіле ма? Енді адам болғаннан кейін әркімнің мнениесі болады ғой. Ал, Дархан, мен бірдеңе айтып жіберсем болады ма? айт. Ұстаздарға сезімі жүресің. Дархан, кеше ана кім Нұрсұлтан ұстаз авария болды деп жатыр ғой енді. Алла Біреулер соның астында иә, біреулер мына мұсылмандар, мына Манасқа ұқсаған мұсылмандар, ой дұғада болайық, аман сау болып кетсін, тезірек жазылсын, Алла шипасын берсін деп жатыр да. Неге мынандай жазбайды? Тезірек жәннатқа барсын, жәннатты армандап жүрген бала еді, тақуа еді. Енді біз өлім тілемейміз қорғысына ғой, барсын. өлім тілемейміз ғой. Жоқ, өлім, сендердің армандарың шахид болып өліп жәннатқа бар ғой, төбе сендердің армандарың жәннат қой. Енді біздің ақиқатта ондай емес. Неге ал мүмкін ойланбайсыздар ма? Мүмкін ойланбайсыздар ма? Ол сауығып кетіп, мүмкін күнәһар істеп тозаққа түсіп кетіп жатса екен деп ойланбайсыздар ма? Неге жазбайсыздар астына? Жаны жәннатта болсын, 72 қорғызда тезірек барсын. Неге деп айтпайсыңдар? Сендердің цельдерің сол ғой мысалы. Цельдерің сол болып отыр. Қасқырбай көке оны өлгеннен кейін айтады. Өлгенге дейін оның амандығын тілейді. Өлгенді жоқ. Адам ретінде. Мүмкін ол. Жоқ. Дархан ол мүмкін ол бәлсір ашық бір не то қадам тастап, мүмкін тозақ көктерде қорықпай ма сонда бұлар? Мүмкін тезірек енді жәннатқа барсын, неге айтпай жақсылық сөз сол емес па енді бұлардың армандары? Адам ретінде сен не бересің сол кісіге, ал айтшы. Оның Нұрсұлтанның бар арманы шахид болып өлу, жәннатқа кіру оның. Ой, Нұрсұлтан 72 қорғызбен кайфовать жату. Сенің де арманың сол емес па? Жәннатқа кіру емес па? Жоқ, сен насыраққа жоқ, сен адам ретінде мысалға, иә? Сен танисың ол кісіні. Мен мұсылман, мен адам ретінде мен әрқандай адамның тактикасына қарап мен солай баға тілеймін да. Мысалы сен де хал үстей жатсаң, сен де арманыңа жәннатқа кіру ма? Сенің арманың жәннатқа кірсе, мен де саған алайым жәннатқа кірсін осы бала деп тілеймін болды. Ал өмір жақсы көретін болсаң, Нұрсұлтанбетұлына да солай тілейсің да мысалға. Ол жәннатты армандап жүрген бала ғой, пасы жәннатты айтсыңдар құлақтарынан теуіп жүрген, жәннатты армандап жүрген бала ғой. Неге соны тілемейсіңдер солай? Тілегендер бар шығар енді, әркім өзі біледі ғой. Адам ретінде сауығып кетсін деймін болды. Маған кеп қадалғандар не? Иә, оған не қылмаңдар, қадалмаңдар оған. Манас, Құранды өзің оқи беруге болады дейсің, арабша біліп алып. Мысалы аудармасы бар, қазақша оқи берсек бола ма? Енді ол сен бәрібір ол арабша оқысаң да сол мағына шығады ғой. Енді мынандай арабша оқып Дархан, өзіңе ұқсаған осындай топастарды қақна жинап аласың. Кім, Ринат? Табылмай Манаспен сөйлесіп ойшы, сосын сөйлесесің өзің. Ринат, аузыңа абайлап сөйле, топасын түсіне тұрамын. Жоқ, не сұрақ енді, не сұрақ? Жаннатқа жүрсің, адам деген сауығып кетсін деген дұрыс нәрселерді Сөйлесіп жатырмын. Нұрсұлтанның арманы жәннатқа бару ғой, далбайоп. Қасқырбай, боқтама. Сен мұсылман емессің, сен не боқтайсың? Дархан, Қасқырбай қуаламаса, адамдар дұрыс сөйлесіп жатыр. Или Дархан дұрыс сөйлесетін адамдармен дұрыс сөйлестірсе, не ол? Жәннатта өресін деп өлім тіледі деп жатыр ма? Дұрыс қой, Нұрсұлтанның арманы жәннатқа бару ғой, дұрыс қой мен. Арманын орындап, арманы сұра, оның арманы басқа шығар. Қазақтарға жаңағы дұрыс насихат жүргізіп жатыр, а сен болсаң арманы сол ғой деп қоймайсың. Бір нәрсені қылқылдап ше. Арман сол болмаса неге онда ол қақылдай береді онда? Жәннатқа барасыңдар, ой, андай қызбен не қыласыңдар, мынандай қызбен не қыласыңдар, неге онда? Одан басқа еш нәрсе айтпай ма? Конечно, одан басқа ештеңе айтпай. Жәннат пен тозақты айтады да отырады, жәннатты айтады да отырады ғой.
жаратпай берсең мынандай, жаратпай берсең мынандай деп. ата анаңа құрмет ондай жағын айтпайды ғой, сен көрмейсің ғой ондай нәрсені, Исламда жақсылық ата-ана жаса, құрметі жоқ онда. Оқтамас. Қасқырбай, сен өзіңе қажетті жерін көріп аласың да, жек көретін жерін көріп аласың да, соны келіп жоқ, айта бересің ғой. исламофобтық көзқарас Дұрыс нәрселер айтып жатыр, оны айтпайсың. Дархан, жарамайды мынау. Не жарамады айт. Жоқ, жан жақты қарастыру керек қой. Ақыр айтқаннан кейін түгелдей сөздерін айту керек. Оның мынандай тұстары бар негізі. Оның арманы да жәннатте. Неге сөйтіп айтпайсың деп хотя бы сөйтіп айтса, келтірсе не мынау? Ол кісінің сөзін айтайын ба? Ол кісінің сөзі есімде қалғаны. Уақи міні хақи дейді. Қос анары толықсыған хор қыздары, жаңағы хор қыздарын дейді, жаңа кірген кезіңізде. Бұна қасқырдың ояқ биясың ғой сенде, бірақ Дархан. Енді есімде қалған жерді айтып жатыр. Дұрысын айтып жатырық қой біздер енді. Оны айтқан әңгімесі айтып жатырық қой. Нұрсұлтан әңгімесі. Қасқыр сендерге сонда қандай әңгіме айтса жағады негізі, айтшы. Жоқ, Ринат. Айтшы, бізге осындай әңгіме айтса дұрыс болар еді деген әңгіме, бір осындай әңгіме айтса дұрыс болады деген әңгіме айтшы. Қандай әңгіме айту керек сендерге, мысалы? Дұрыс әңгіме деп қалай ойлайсыңдар? Не деп ойлайсыңдар? Мынандай әңгіме айтса екен деймін. Қандай әңгіме? Ринат, Дархан тұқсаш. Мұсылман адамға осы дүние жақсы ма? Қасқырбай, бір минут тыңдасай, Қасқырбай. Қасқырбай ашылымды. Нұрсұлтан ұстаз шықса да бүйтіп айтса. Қайтып айтса? Қазақ әлемдегі бүкіл ұлттан ерекше жаралған десе. Жақсы. Арғы дүниеге барасың ба, бергі дүниеде боласың ба, қазақтың тілі әрқашан бірінші орында. Менің жүрегімде қазақ деп соғады. Арабтың жерінде пайғамбар болмақ түгілі бүкіл адам атасының бастығы болса да, қазақтан артық емес. Қазақ бұл өмірде жақсы өмірге сүруге лайықты. Жаман сөз айтып жатырмын ба? Қараш, менің сөзім ішінде бір жаман сөз бар ма? Мына өмірде сен жаман сөз десе сонда сен сразу боғауыз деп ойлайсың ба? Әлемнің бүкіл жақсылығы осы қазақтардың бойына бітсе екен деймін. Себебі қазақ осы уақытқа дейін сонша қиыншылықтардан өтіп, бәрінен өтіп, бала шағасына дұрыс тәрбие беріп келді. Мына жақсылық, жамандық деген атаудың бәрі бізге қазақ қана үйреткен. Бұны бізге орыс үйретпеген, араб үйретпеген. Бұны атам қазақ үйреткен. Өте дұрыс, нормально айтып отырсың. Иә, өстіп айтса деймін да. Жоқ. Мынандай сөздің орнына, Дархан, сен соңына дейін тыңдаса. Иә. Айта берсең де. Осы сөздің бәрін мына сөзбен ауыстырса. Қос анары толықсыған хор қыздары күтіп алады дейді жұмақта. Арабша сөйлеседі екенбіз бәріміз. Ең бірінші сұрайтын Раббың кім? Ұлтыңнан сұралмайсың. Дініңнен сұраласың деген сөздердің орнына осындай қазақты бір мадақтайтын, қазақтың жаңағы өмірде сұраласың деген сөздер айтса екен деймін де. Дархан, сұраласың деген, ол сен сұраласың, сен әрбір, сен сонда не ойлайсың ба? Сұралмайым мен, білгенімді істеп жүрем, ешқандай жауабы жоқ деп ойлайсың ба? Әрбір істеген ісіңе жауап бересің ғой любой жерде. Жоқ, тоқта. Мен жауап беру жөнінде айтып жатқан жоқпын, Ринат. Саған істеп жауап беру. Сен ол жалпы да сендердің ойларың сондай да. Айтпаса да жауап бересің ғой, Ринат. Мысалға сен қазір көшеге шықты. Ринат, қазір сен көшеге шықты. Бір қызға барып, некеге тұрайықшы деп айтшы. Сен Нұрсұлтан ұстазың айтпаса да жауап бересің милицияның алдында. Дұрыс. Енді қара. Иә, осыны айтып жатыр ғой. Енді ел білмейтін, мысалы білмейтін жамандықтарың үшін сонда сен сұралмайым деп ойлайсың ба любой жерде? Қандай ел білмейтін? Сен мысалы Ринат, сен енді мысалы да бір жерде біреуді зорлап кеттің да, білдіртпей зорлап кеттің. Сонда мен сұралмайым деп ойлайсың ба?
оның жауабы жоқ деп ойлайсың ба? Ешкім білмей қалды, болды дейсің ба сондай? Кәпірлердің заңы болмаса сұралмаймын. Неғып сұра алмайсың? Сонда білгеніңді істеп жүре бересің ба? Себебі қара, егер кәпірлердің заңы болмаса, мына біздің Қазақстан заңы, кәпірдің заңы ғой былайша айтқанда. Егер кәпірлердің заңы болмаса, тек қана шариғат болатын болса, мен біреуді зорлап кетсем, онда мені тек қана шариғат деп жатқан жоқ саған. Жоқ, тыңда, онда мені бір имам ақтайды, айтады. Анау тана көзін сүзбесе дейді. Ана бұқа жібін үзбейді дейді. Одан кейін зорлаған болса дейді. Мына Дархан шынымен зорлаған болса, 4 куәні алып келіңдер дейді. Жоқ, оны сен тупойсың ба? Мен саған түсінікті түрде айтып жатырмын ғой. Сен мысалы енді қарасай сен бір қараңғыда кездестің де бір алдыңдан бір қыз шықты. Мә анау сен ойын кетті да мысалы зорладың да, құрсыншы дедің да кеттің, ешкім көрмей қалды. Сонда оның жауабы жоқ деп ойлайсың ба деп жатырмын саған. Оның жауабын мені имамдар ақтап алады деймін шешесі. Сен қуасың ба? Сені ақтап алғаннан бұрын сен өзің түсінігің бойынша деп жатырмын саған. Сен біліп тұрмын қазір мазақ болып жатқан. Валлахи айтам, любой имам шығады да айтады. Анау кәпір өзі дейді, анау мәхраммен көшеге шықпағаны үшін дейді. Ана мәхраммен жүрмей ме көшеде? Неге оны именно Дархан неге ғана соны зорлайды? Мәхраммен жүрмей ме деп айтады. Сол кезде мен дұрыс деймін. Мәхраммен шықпағаннан кейін зорлайды деймін, айтам. Ертең тура осындай ситуация сенің қызыңда болып қалса, саған нормальный ма сонда былайша? Нормальный емес, конечно. Конечно. Енді не дейсің енді? Енді сен бұны нормальный емес деп айтып отырып қой енді саған. Енді білмей қалсаң, оның жауабын алуың керексің ба, алмауың керексің ба? Оның жауап беру керек қой. Кәпірлердің заңы болмаса аламайсыңдар оны. Ой, заңды ешкім білмей қалып жатыр деп жатырмын саған. Ешкім білмей қалса деп жатырмын. Өліп кетсеңдер ма? Жоқ, сен мысалды айтып отырмын ғой, саған түсінікті түрде айтып отырмын ғой. Сен келдің да, ойың жаман келдің, бұзақылық істеп кеттің да ана қызға. Айтып отырмын ғой, сендерге анау милардың алдына. Мені пример келтіріп жатқан жоқпын. Мен оны жауабы бар деп ойлаймын да, мен қорқам, сол себепті жасамайын деп жатырмын. Ал сен маған воля берсе бар ғой, Ринат. Бүкіл мұсылмандардың миының алдына ана қосымша радиатор орнататын ем, миыны. Бүкіл әлемде адамдар мұсылмандар қыратын бең негізі. Бүкіл әлемде Құдай миларды жаратқан ғой адамдарды. Сендердің миларың арасына охлаждение қоймаған ғой. Қызып кете бересіңдер сендер. Жоқ, айтсы мұсылмандарды қыратын бең. Саған власть берсе. Валлахи айтам, қырмайтын ем. Просто миларыңды ашып, жаңағы қалып кеткен детальді бәріне чиповать еткізеді. Радиатор қоятын менің ойымша. Радиатор қалып кеткен. Дархан негізі охлаждение болмайды да, бір бәле күйіп кетеді сендерде. Өмір бар ғой. Дархан шірген жерінде осындай кәдімгі жек сүрінсің ба негізі? Айтшы. Негізі жүрген жерінде осындай жек сүрінсің ба негізі? Жоқ, ондай емеспін. Просто тик-токта көремін сен сияқты айларды. Сен де жаман бала емессің. Былайша өмірде, мынандайсың ғой Дархан, былайша өмірде ассалаумағалейкум ағасы деп жүре бересің да, именно тик-токқа келгенде жек сүрінсің ба? Или шын өмірде де осындай жек сүрінсің ба? Шын өмірде де көп айтам, жұмыста да көп айтам, неде де кейін. Айта бересің. Бірақ істей алмайсың, қолыңнан дым келмейді, әйтеуір бір тілмен жүрген біреу. Ринат, нені істей алмайм, айтшы, нені? Сол енді похуй деп жатсың ғой жаңа, ішесігейін деп жатсың мысалы. Ананы үйтіп кетемін, мынаны бүйтіп кетемін дейсің, бірақ қолыңнан келмейді. Кімді үйтіп кетемін? Мен өмір үйтіп айтқан емес, Ринат, өтірік айтпашы. Мен үйтіп ешкімге угроза жасаған емес. Бағанда осы жаңа ғана айттың ғой. Сен сондай, мен саған сұрақ қойған уақытта айттың ғой. Не айттым? Сөйтсем мен ақтап алады сенің имамдарың. Мен саған нақты сұрақ қойып тұрмын. Сен кәдімгідей мазақ қып, ана имамдарды айтып жатсың. Мен саған қойып жатырмын, тікелей саған қойып жатырмын. Негізі бар ғой, мына сендердің миларыңды болмағанына мен ешкімнің кінәсі жоқ, сенің де кінәң жоқ. Бұл жерде мынау имамдарың бар ғой сендердің. Негізі біз сендермен сөйлесіп отырамыз да. Сендер былайша айтқанда ақкөңіл, мен жоқ адамсыңдар ғой былайша айтқанда. Қай айдасы жақ кете береді.
ол мынау негізі біз айтып Сен ақылдысың короче, Дархан. Дархан, сен ақылдысың. Мынау сендердің ұстаздарың бар ғой, діндеріңнің жаңа нелері, менеджерлері, сату бөлімінің Жоқ, сен менеджерлері. айтшы маған, сен Дархан, сен чересчур ақылдысың ба деп отырмын саған. Енді білмеймін енді. Мен 2-2-ні қосса 4 болатынын білем. Ешектің аспанға ұшпайтынын білем. Сосын адамның саусақтарының арасынан атқылап су шығып 100 000 адамды әскери жүйесіне суаруға болмайтынына сенем. Аспаннан біреудің басына кітап түсіп кететініне сенбеймін. Осы ғой. Ондай информация жоқ қой. Жаңағы информацияларың бойынша. Мен ақылды емеспін, бірақ енді оған ешкім қарапайым нәрселерге сенемін де, қарашы, қарапайым. 2-2-ні қоссаң 4. Ешек аспанға ұшпайды. Мен де сенемін. Көрдің бе? Ешек ұшпайды. Оған бәрі сенеді ғой. Енді сен осы жерден қате кетесің ғой сен. 2-2-ні қоссаң 4 па десем 4 дейсің. Ешек ұша ба десем осы жерден қате кетесің сен. Қарапайым сұрақтардан сынасыңдар. Ұшпайды деймін, не проблема? Ұшпайды ба? Ұшпайды. Адамның саусақтарының арасынан су шықпай ма? Шықпайды. Аспаннан не түсе ма? Кітап жерге түсіп кете ма? Аспаннан кітап жерге түсіп кетпейді. Түсіп кетпейді. Болды онда, саған ешқандай претензиям жоқ, братан. Өзім сияқты адам. Ешқандай претензиям жоқ. Бірақ мына сөзім тура мен айтқандай, анау мешітке барып неғып айтпайсың, барып айтшы осы сөзін мешітке. Кім ешек ұшты деп айтып жатыр мешітте? Жоқ, сен бар да просто молдеке, мен мұсылманмын, әлхамдулилля де. Бірақ айт, мен адамның саусақтарының арасынан су шығатынына сенбеймін. Анау ешекті аспанға ұшатынына сенбеймін деп айтшы бар. Жігіт болсаң. Жындық қойған. Жындық қойғансың ба? Имамдар саған сөйтіп айтты ма? Қойып берейін ба? Айтты ма? Қойып берейін ба? Аудиосын қойып берейін ба? Жоқ, сен айтып отқан әңгімеңді мен меңзеп отырмын. Ол орада адамдар демеген. Енді рас қой, көрдің бе? Мен бір басқа нәрсе айтып отқан жоқпын. Енді Алланың құдіретімен десе, сенем мен. Любой нәрсеге сенем. Арада бір нәрсе пайда болып кетті десе де, Алланың құдіретімен дейтін болса, сенем. Ой, бля, енді шаясында өстіп. Жаңа сұрақ қойған кезімде 200-ді мұсылман болып жоқ деп отырдың. Несі 200-лік? Сен айтып отырсың ғой, жалпы адамдардың қолынан су шықпайды. Сенем оған. Оған бүкіл сенеді, бүкіл мұсылман сенеді, мен айтайын. Жоқ, қателеспе. Сен бүйтіп айт, пайғамбардың десең, вот мен сенем. Пайғамбар адам емес пе не? Бұрмалайсың. Осылайнан бұрмалайсыңдар да әңгімені. Көрдің бе? Ошибкілерің осы жерде. Жалпы адам мен пайғамбарлардың несі тең емес? Ол пайғамбар сонда адам емес пе? Мен соны білгім келіп тұр. Пайғамбарлық, кәдімгідей пайғамбарлық, кез келген адамда пайғамбарлық статус жоқ. Пайғамбар оны білем. Ол сен тоқта, әңгімені бұрмаш. Адамдардың арасында пайғамбар адам ба, адам емес пе? Пайғамбар ол, елші, Алланың елшісі. Жоқ, елші екен белгілі оның. Адам ба, адам емес пе? Адам? Болды ғой, сен жаңа айттың ғой, адамның саусағы. Ерекше, ол Аллахтың қалауымен ерекше болған адам да. Қандай? Адамдардың арасынан саусақтарының арасынан су шыққанына сенесің ба? Аллахтың қалауымен сенем, Мен соған сенбеймін де, братан. Міне осы жерде неге сенбейсің? Құдірет күшті. Жоқ, мынандай да. 2-ге 2-ні қоссаң 4 болады деген. Дархан, қойшы 2-де 2-ні. Бұл Алланың құдіретімен бүкіл әлемді жарата алған Құдай, сол суды шығару проблема ма? Жоқ, болды ма? Болады. Сенеміз оған, болды. Өйткені құдіретті. Молодец. Жаңа сенбеймін деп жатырың. Адамдардың деп жатырмын саған, адамдар. Сен айтып отқаның әңгімең дұрыс емес та просто. Сен бұрмалап басқаша айтып жатсың. Пайғамбардың десем мен сразу айтатынмын. Құдіреттің. Ринат, саған мынандай сұрақ. Пайғамбардың сідігі мөлдір екеніне сенесің бе?
маған ол қызық емес, ол Жоқ, сенесің бе, сенбейсің бе? сенесің ба сенбейсің ба деген емес. Мен көрген жоқпын. Мөлдір су сияқты екеніне сенесің бе, сенбейсің бе? Ода жындық қалса. Кім айтады оны? Кәдімгі сұрақ қой бұл, кәдімгі сұрақ, ұялудың қажеті жоқ оның. Ай, адамдардың да арасында ондай шығатын су сияқты мөлдір болатыны анық. Былайша көп су ішсең не проблема ол? Пайғамбар былай тұрсын. Адамдар да бар ғой. Адамдар Сен көп су іштің, ақсу кәдімгі көп су ішсең шығады, мөлдір болады, не? иісі де болмайды, иә? Көрсің? Мен оны білмеймін, иіскеп көрді дейсің бе? Сен дейсің бе? Жоқ, пайғамбардікі сондай болғанына сенесің бе? Одан да таза болды десе сенем, не болды? Не проблема? Сенесің, иә? Иә? Болды ғой, мен соған сенбеймін да мен, братан. Болды, иә. Мен сені бір жаман баласың демеймін. Мен сені бір өмірде біреуге зиян жасайтын бала деп сенбеймін. Мен просто соған сенбеймін да мен. Сол үшін мені жек көрудің қажеті жоқ. Жоқ, мен сені жек көрмеймін. Просто сен жаңағындай неге тиісіп, бір жұттарды мазақ қылып, сондай нелерді қаяқтан тауып аласың деймін да, адамдарды жаңа да отыр да. Оның арман жәннатқа басқа еш нәрсе етпейді да. Андай бір қатып қалған кассета сияқты да. Бүкіл біраз нәрсені айтады, негізі оқыған нәрселерін айтады ғой енді адам. Оқиды. Дархан, сен де оқисың, мысалы білесің бір кітапта жазылған нәрсені. Дұрыс па? Айтасың ғой, айтпайсың, или айтпайсың ба? Мен оқып қалдым осы жерде. Дұрыс па? Енді сондай да. Енді мен сенің айтпаймын да, Дархан, біраз нәрсе айтасың да, Дархан. Бір шын ғана айтпаймын да. Оның Дарханның арманы мынандай еді деп айтпаймын да. Сен айтқан тұстарыңды, мысалы қандай кітапты дәріптедің, соны мысалы айтқаныңды айтам. Вот осы жігіттікті, андай керек жоқ, андай. Жүрма, оның арманы жәннат еді, оның арманы жәннат еді. Бүкілінің арманы жәннат әңгіме жоқ, бірақ біраз мәселені қарастыру керек та, бір тарапты айтпау керек та. Тем более дәл қандай состояниеде жатыр ол. Мысалы, ауыр халде жатыр. Соған сенің жаның ашып ашуланып жатсың ғой. Жоқ, мен жаным ашиды, конечно. Саған да сондай болатын болса, мысалы, біреу ол шеше бүйтіп кетсін, ол сөйтіп кетті дейтін болса, жаным ашиды, әрбір қазаққа жаным ашиды. Не болды? Дұрыс, молодец. Молодец. Дархан жарамайды бірақ. Жан жақты қарастыру керек қой, болмайды ғой қазақ. Мұсылман болған үшін. Жоқ, мен мұсылман болған үшін осындай жағдайға түсті екен деп мен де қуанбаймын оған. Мен Аллада дұғадамын ол кісі тезірек жазылып кетуіне. Иә, мен ол кісіге тек қана жүрегіне мынау қазақилық берсін деймін ғой, сіздер хидаят берсін дейсіздер ғой. Мен жүрегіне адамилық пен қазақилық берсін деймін да ол кісінің. Осы авария себеп болып миынан хор қыздар ұшып кетсе екен деймін. Қор қыздармен не істемесе, алдам қалмаса екен деп тұрсың ғой, өзіңнің ойыңда. Бұдан былай қазақты алдамаса екен деймін да. Мынау арғы дүниеде тек қазақша сөйлесеміз екен деп айтып кетсін. Мен мысалы, Дархан, мен мысалы мақсат барып бірден жаңағы жәннатқа барып қорғызу үшін емес та. Амал ше, түсіндің ба? Сендердің түсініктерің сол да. Жәннатқа кіру үшін ғана оқиды намазды, андай мындай. Олай емес, ол Құдайдың берген саған бұйрығы болды, орындасың деген. Сол үшін жәннат, тозақ сен білмейсің, бұл маған қызық емес та, ол жәннатқа ол барасың. Құдай қаласа, енді жәннат насіп етсе барасың да. Бірақ саған міндетті түрде Құдайды жақсы көріп, өйткені сені жоқтан бар етіп жаратты. Сол үшін біз Құдайды жақсы көреміз. Сол үшін Құдайдың айтқанын істеп, берілген бұйрықтарын орындаймыз. Бірақ Құдай сендерге уәде еткен бе? Жаңа нелерді, 72 хор қызды? 72 хор қызды, солай дейді, мен енді 72 хор қызды жайында біраз мағлұматтар білмеймін конкретно. Негіз уәде еткен ғой, білмеймін деймін мен саған құласың. Қарау керек, оны оқу керек. Ринат, қарапайым сұрақ қой, оны қашуды. Жоқ, қашпады, мен
мен айтып отырмын ғой, ол жағында информация білмеймін, мен ол жағынан білім жетпейді деп жатырмын саған. Түсіндің бе? Айтады солай, 7-2 қор қызы беріледі жәннатта дейді. Не ол? Сол жағынан естідім. Жоқ, Уәде соны еттің ба? мен мысалға Ринат қара айтасың да, 72 қор қыз бар екен, әйтеуір айтып жүр дейсің да. Бірақ сенің ана ұстазың зато көп оқығанда мен риза боламын да біліміне. Ол кісі айтқан кезде хор қыздарының ана емшегіне дейін айтады да, андай қос анары дірілдеген. Айтып оққан кезде ана эмоциясы былай ғой, мына қарай. Уахавахи, хинчахахи деп айтады. Түсінсіздер ме? Қос анары дірілдеген. Енді аудиосы бар, Ринат реально қойып берсең қойып беремін. Міне идеді ғой. Уахавахи, хинчахахи деп айтады. Яғни дірілдеген. Тура сөйтіп айтады. По-моему, уахавахи деген не ғой со? Анар, екі анарды айтты. Анау, оқулықпен сөйлесші, оқулық келді ғой саған. Подружкаң келді ғой. Сөйлесші, давай. Ахи, Ой, бұны қашты оны. Оқулық, мен сенден қашпаймын ғой. Дәл сендейлерден қашпаймын ғой. Мен жұмыс келіп қалды, просто жұмыстан. Дәге, Болмаса. құл-құваллаху ағат деген айтып жүрсейші бұған. Құл-құваллаху ахад деген ана өлеңді көрдің бе? Статустар оқылық. Жоқ, көрген жоқпын. Құл-құваллаху ахад деген кезімде Каспий голдыма миллион тырс ете қалды дейді. Аллаху самат деген кезде 2 миллион тарс ете қалды. Ләм ялид ва ләм юлад. Каспий жарылып кеткен дейма, не дейді, бір уағызы бар ғой соның бір. Бәлем. Сондай бір уағыздар бар. Енді Замайт деп жатыр дейді. Каспий жарылып кеткен деп айтып береді ғой. Бәлем. Ұстаздарымыз. Қос анары. Ламадзе вахуй. Нені айтшы деп жатсың, родной? Сикер. Соны айтшы, не айтшы деп жатсың? Түсінбей жатырмын мен, Сикер не қалап отырған. Шикер не қалап жатыр дейсің? Тархан, саған айтып жатыр, осы эфирдің записін маған берші деп жатыр. Секер қазақ естіп жазып жатыр ғой астына. Көрдің ба? Енді көрдім. Окей. Береді ғой. Записті алып берші дейді. Берем. Сикер маған жазшы, ТК-ға жасай жүреміз. Оқу сен сұрап жатқан жоқ, мен Дарханнан сұрап жатырмын. Ой, мына өзің жоқ кетші жүр. Қоғым мұны. Дәке, телеграм бергісі келмей жарықтан білесіз. Атыраба дейді, қос анары толықсыған хор қыздарын Алла дайындап қойған мен жәннатта. Өзара еркектердің арасында айта берейік. Қос анары түсінікті ғой, қос анары толықсыған хор қыздары оларға не дейді дейді, қызметші болады дейді. Көрдіңіздер ма? Көрген кезде көздері қуанатын. Енді оларға қызмет жасайды әшейін. Негізі бар ғой, әйелдер ренжіп қалып. Әне, Ринат қайда алып басты? Айуан. Слышь, Тәңк, запись берші жатыр ма? Кімге берейін записті? Сикерге запись берші. Бля, бұны авион қалай жіберемін мұны? Маған телеграмға жүрсе, әлі Сикерға жүр өзің телеграмға. Деді ғой, эфирің біткеннен кейін. Болды. Қолмен жазып аласың да, потом жібересің ғой. Болды. Мен ана скачать деп бассам түседі әйтеуір 2 сағат, 3 сағат.
оқулыққа жібер, либо сикірдің өзіне жібер. Атырауға дейді қос анары қай кісі бар өтірінде айта берейін уакауаиба атырауға дейді қос анары толықсыған қор қыздарын алладан Вака ваки Атрава дейді екен. Қуғымайлар. Жәннатқа барсақ берем ма хор қыздарын, точно айтын, қазір кетем. Сен қазір кете алмайсың, билет сатып ал менен 700 мың теңгеге. Телеграмға жаз, Каспий жіберем, соған отправить етесің. Вака-ваки. сосын закладкаға билет салып қойым десе суретін жіберем Анда не жіберем? Координаты жіберем. әлі істедің ба? Координаты жіберем 42.1. координаты суретпе ба? Түнде барасың. Туристі қосың. Ой, бля, базар жоқ. билет таппадым ғой десе не істейсің дағы? Не наход, саппортқа жазсын. Ой, бля, базар жоқ. Қуғым, бля. Кім не атывады? Шахмат па атываққан? шағымын санады отыр. Бүгін ақша жинадым, бүгін біраз садақа жинадым. Рахмет. Ағайындар, Шакира, Уака. Қазақ, потом саған жібереді ғой ана видеосын ше. Сосын анау шығарған кезде маған жібере салшы. Неге сообщение қылып жібере салшы. Мен просто жаңа естімей қалдым ше. Наушнигім зарядкасы отырып қалды, пока жетем дегенше естімей қалдым. Bir қызықтан құр қалған сияқтымын ше. Білмеймін. Запись кесіп алады, шекер әдемі кесіп алады ғой. Сол әдемі жерін кесіп алайын деп тұр ғой. Рахмет. Секер, давай. Маған бересің ғой. Вака-ваки. Ағайындар, сағат 6 болыпты. Мен қанша сағаттан бері отырмын? Тоқсанбай саған серьезный эфир жүргізген жараспайды. Серьезный эфир жүргізбеймін ғой. Шаям ойын қолым бос кезде. Макс қайда дейді? Макс жоқ. Макс дәтің неде? Құлшылыққа кеткен, үлкен құлшылыққа. Армысыңдар бывший қолда. Қой ағайындар, онда кешке ашайық эфирді онда. Бүгін менде демалыс еді. Бүгін сөйтіп ашып алып отқан. Вака-ваки. Атраваки. Вайсе. Вака-ваки Атрава дейді. Атрава деді ма? Сөйтіп айтты ма? Қазір қойып берем. Қай кісі бар өтірінде? Әне. айта берейін уакауаиба атырауға дейді қос анары толықсыған қор қыздарын алла дайындап қойған мен жәннатта. Өзара еркектердің арасында айта берейік қос анары түсінікті ғой иә. Вака-ваки Атрова. Бопты ағайынды Акрабай дейді екен ғой. Текжан, сен біраз тіл білесің ғой, ол не деген сөз? Вака-ваки Акраба деген. Атрова. Құпия дейді. Атрова деген құпия. Қой сыртқа шығып бір темек шегейінде мен бір душ.
Давай ағайындар, сау болыңыздар. Жақсы.